Өткен жылдың соңында Астанада компанияның негізгі қызметтерін бір жерге тоғыстырған Қазақмыс тобының жаңа бас кеңсесі ашылды. Астанаға көшу стратегиялық және экономикалық тұрғыдан негізделген шешім. Компания қызметкерлерінің негізгі министрліктер мен ведомстволар шоғырланған Астанада болуы жобалар мен шешімдерді келісуге жұмсалатын уақытты қысқартады. Еліміздің саяси және географиялық орталығы болып табылатын Астанадан өндірістік алаңдарға жету оңайға түседі. Астанада жергілікті және ұлттық деңгейде әртүрлі іс-шараларды атқаруда жеңілдейді. Біздің негізгі міндетіміз осы жерде орналасқан мемлекеттік органдармен қоян-қолтық араласып жұмыс істеу. Олардың қатарында индустрия және жаңа технологиялар министрлігі және жергілікті қамту үлесін дамыту жөніндегі ұлттық агенттік бар. Бұрын әртүрлі жұмыс топтарының отырысына, жиналыстарына қатысып, түрлі сұрақтарды шешу үшін Астанаға жиі аптасына 3-4 рет қатынайтынбыз. Енді қолайлы болды, уақыт үнемделеді. Сәйкесінше Қарағандыда болған кезбен салыстырғанда еңбек өнімділігі анағұрлым артты. Астанаға Қазақстанның 6 қаласынан компанияның 243 қызметкері көшіп келді. Жаңа кеңседе маркетинг және сату департаментінің қызметкерлерді басқару жөніндегі қызметтің техникалық, әділет және басқа да департаменттердің қызметкерлері жұмысқа кірісті. Қазақмыс олардың әрқайсысына көшіп келуге және тұрғын үй мәселесін шешуге көмектесті. 2012 жылы 17 қазаннан бастап Қазақмыста жұмыс істейтін адамдар Астана қаласына көшіп келе бастады. Біздің жаңа зданияға, жаңа офисқа. Қазіргі таңда 266 адам жұмыс істейді осы жерде. Жаңа офисіміз біздің адамдарға ұнайды. Қарағандыдан, Жезқазғаннан, Павлодардан, Балқаштан, Алматыдан көшіп келді. Жанұяларымен бірге мектепке орналасу, балабақшаға орналасу сұрақтарын біз алдын ала шешіп, оны осы жергілікті әкімшілікпен жұмыс істеп, ол кісілерден рұқсат алып, қазіргі таңда мектепке орналасу, балабақшаға орналасу, бізде ондай сұрақтар жоқ. Компания қызметкерлердің өзін көшірумен қатар, олардың отбасы мүшелерін, сондай-ақ жеке мүліктерін тасымалдау шығындарында өз мойнына алды. Отбасы мүшелерінің санына қарай дифференцияланған өтемақы төлеуде қарастырылған. Көшіп қону кезінде әртүрлі қиындықтар, тұрмыстық мәселелер туындап, оларды шешуге тура келді. Дегенмен компаниямыздың қолдау көрсетуінің арқасында олардың барлығы уақытында шешімін тапқандықтан, есімізде тек қуанышты сәттер мен сағына еске алатын оқиғалар ғана сақталып қалды. Ал жаңа кеңсеге көшу жайына келсек, бұл жерде өнімді еңбек ету үшін барлық жағдай жасалған, және олардың барлығы ең жоғарғы деңгейде ұйымдастырылған. Таңертең үйден шығып, жұмысқа келіп, жаңа кеңсеге кірген кезімде бақыттан басым айналып, көкірегімді қуаныш кернейді. Өзімнің осы корпорацияда жұмыс істейтініме, компанияға қаланған кішкентай ғана кірпіш екеніме қатты қуанамын, және дәл бүгін осы жерде жұмыс істейтінімді мақтан тұтамын.